Сәлем баршаға, ендігі кезекте фриз мясом дайындаймыз. Кафе ресторандарда сұранысқа ие тағамдардың бірі. Алдымен өз қолымызбен үй жағдайында фри дайындайтын боламыз. Ол үшін картоптарымызды дәл видеодағыдай ұзыннан турап шығамыз. Қатты жуан немесе қатты жіңішке турап жібермеңіздер. Орташа мөлшерде тураймыз. Қайнап тұрған суымызға саламыз да, суымыз қайнаған уақыттан бастап есептейсіздер. Картопты салған уақытта суымыз қайнайды ғой, сол уақыттан бастап 2-3 минуттай ғана пісіріп аламыз, қыздар. Одан артық пісірмеңіздер. Кішкене жартылай ғана пісіреміз. 5-6 минут пісірсеңіздер, біздің картоптарымыз уже пісіп езіліп кетеді. Жақсылап құрғатып алғаннан кейін, 100% құрғатып алғаннан кейін, қызып тұрған майымызға майды молырақ құйыңыздар. Майды аямаңыздар, қыздар. Дұрыс құймасаңыздар, аз құйсаңыздар, дұрыс қуырылмайды картоптарыңыз. Сөйтіп жан-жағы сарғайып шыққанша қуырып аламыз. Біздің фриларымыз дайын болды. Енді бұл жерде етімізді, сиырдың еті, таза етті қолданамыз. Ешқандай сіңірі, майы болмауы керек. Осында қара кесек ет дейміз ғой. Дәл фридің көлеміндей турап аламыз ұзыннан. Бұл жерде болгарский, яғни светофор деп атайды ғой, қызыл, жасыл, сары түрін. 4-тен 1 бөлігін ғана алыңыздар. Егер көп адамға жасайтын болсаңыздар, 1 болгарскийдан қосуға болады. Бұл жерде 2 адамға арналған порция. Табамызға кішкене сұйық майды құйып, алдымен етімізді пісіріп аламыз. Етіміз ұзыннан және де жіңішке туралғандықтан тез пісіп шығады. Осылай өзінің соғы шығады. Соғы шыққан уақытта асты баяу отта етіміз жұмсарғанша қуырып аламыз. Мінекей етіміз 90% пісті. Осы уақыт аралығында ыдысымызға етті бөлек салып аламыз. Енді дәл осы сковородкаға 1 ас қасық сұйық майды құйып, пиязымыз салып, пиязымыз сарғайғанша қуырып аламыз. Оның үстіне болгарскийларымызды салып, тағы да 1 минуттай қуырамыз. Көп қуырудың қажеті жоқ. Оның үстіне етімізді салып, тағы да бірге қуырамыз. Осы тұста дәміне қарай тұзын, паприканы, және де егер ащыны ұнататын болсаңыздар, кішкене қызыл бұрыш қосып жіберіңіздер. Кішкене ғана суымызды құйып, 5 минуттай бұқтырамыз. 5 минуттан кейін біздің картоптарымызды салып, жақсылап араластырып, бірден ұсына беріңіздер. Ысықтай ұсынсаңыздар өте дәмді болады. Қаласаңыздар ас көкпен әсемде ұсына беріңіздер. Өте тойымды, дәмді тағамдардың бірі ас болсын.